Саламатсыздар ма балалар? Менің есімім Оразгалиева Айғаным Кумашевна. Мен Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы номер 6 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін 3 сыныпта қазақ тілі сабағы. Мерекелер мен демалыс мәдениеті бөлімі. Сабақтың тақырыбы сөз таптары, етістік. Оқу мақсаты: сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік табу. Балалар, сөз таптарын қайталайықшы. Сөз таптарына нелер жатады? Дұрыс балалар, зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Енді кәне балалар, сұрақтарын қайталайық. Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Дұрыс, кім кімдер, не нелер. Етістік: не істеді, не қылды, қайтты, тамаша. Сын есім қандай сұраққа жауап береді? Қандай, қай. Сан есім: қанша, неше, нешінші. Балалар, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Етістік балалар, дара бір сөзден құралса, ол дара деп аталынады. Кел, тұр, отыр. Күрделі бірнеше сөзден құралады. Мысалы, келіп тұр, келіп тұр, жүріп келеді. Етістік балалар негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі етістік түбір сөзден жасалынады. Туынды етістік түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Негізгі етістік кел, жүр, тұр. Туынды етістік келді, шегеледі. Сондай-ақ етістік балалар болымды және болымсыз болып бөлінеді. Болымды етістік іс-әрекеттің орындалады. Мысалы, жаздым, барамын. Ал болымсыз етістік болымды етістікке маме, бабе, папе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Жазбадым, бармадым, мысалы. Балалар, үйге тапсырма. Дара етістігі бар, 2 сөйлем. Күрделі етістігі бар, 2 сөйлем, құрап жазу. Сау болыңдар балалар.